Ассалаумалейкум баршаға. Бүгін біздердің Береке стройдыканың екінші филиалында мейманда Қаропастана танықлы Фархат Хажилинский лақабымен танылған Фархат аға сантехникіміз мейманда көріп тұрғаныңыздай. Құда қаласа бүгін Инстаграмда комментарийға түскен ең көп сұраулардың бірі қайсы котеллар жақсы, қайсы радиаторлар жақсы, точкілерін неше құрып жатыр, котелді неше құрып береді деген көптеген сұрауларға бір қатар жауап беріп өтеді. Фархат аға, ассалаумалейкум, қош келдіңіз магазинімізге. Фархат аға, бізде көп түсетін сұраулардың бірі әлбетте бұл қайсы котел жақсы сұрайды. Bir қатар түсіндіріп өтсеңіз. Енді қазіргі күнде әркім жағдайына қарайды, бірінші очерт. Біреудің пұлы азлау болады. Оларға, например, таздан шыққан Monix котелларды өзіміз аламыз. Әйтеуір жаман котел емес, аз газға да жақсы істеп тұпты, жан тұпты. Егер мен качественный котел аламын, мен ақшасынан қиналмаймын дейтін болса, Демирдеком турецкий бар, Навиан бар, жақсы котеллардан. Қазіргі күнде Корейский котеллар. Корейский, іші нержавейка болады бәрі. Котеллар мен өзім таклиф қылған болар едім. Екінші сұрауымыз әлбетте бұл радиаторға кезек келді. Қайсы радиаторлардың түрлерін ұсыныс қылған болар едіңіз? Енді әлбетте қазіргі күнде биометалл себеп келтіретін болсақ, біздерде су жаман, шорт су дейсіз. Соның есебінен биометалл жақсы болады, ыстуғам, шыдамлығам. Қазіргі кейінгі шыққан кератив панельный радиаторлар. Соларды ұсыныс еткен болар едім, халқымызға қоюын. Ажайып, рахмет. Енді елімізде кетіп жатырған тюбополардың түрлерін айтып өтсеңіз. Қайсы түрлері жақсы, қайсысын алғанымыз мақұл деп ойлайсыз? Енді қазіргі күнде личный өзім пайдаланып жүргеніңіз әлбетте. Пайдаланып жүргенімізден өзіме ұнайтын качество жағынан российский РТП ең зоры. Сол мен үшін ең зоры сол. Ысылық беруі, шыдамлығы ең жақсысы РТП. Енді біздер оны тек сатамыз да, сіз құрып жүрген ағасы енді білесіз да. Құрғанда қалай абзал-тәлептері бар оның мәселен? Качествосын бір өзіңіз айтып өтсеңіз. Качество ысылық беруі жақсы. Мәселен, көп теплый полдың шлангасы көп қазіргі күнде, бірақ көбісі 1-2 жыл, 3-4 жыл өткеннен кейін сыну, трещина, утечка беріп бастайды. Бұларда эластичності күшті болады, мягкий болады. Соның есебінен качествосы жақсы. Әлбетте, осы теплополдарымызда біздерден магазинде ассортиментте көп. Құда қаласа, российский Ростерпласт РТП фирмасынан 50 жылдық гарантиясы бар. Әнде 95 градустағы ыстық градусқа шыдап бере алады. Құда қаласа, сіздерге көп жылдар қызмет етіп береді. Енді ең майлы жеріне келдік. Котелларды, радиатор, тикарсу, отопление 100 системасын неше сомнан қойып бересіз? Точкасы болсын, метрі болсын, қайда есептеледі, қандай сума айтылады, соны бір айтып өтсеңіз. Отопленияда 450-500-ден басланады. Яғни котел құру ма, точкасы? Әрбір радиатор 450-500 мың атрафында құрылады. Личный біздерде, енді мен басқаларды білмеймін. Теплый пол квадраты 50 мың сомнан. Котелдің отдельный өзінің установкасы 1 миллион 200 мың сом. Біздерде бір жылдық өзіміздің сервисіне гарантиясымен. Демек, бір жыл бізде құрып береміз, котеліңізді, отопление системасы құрып береміз. Бір жылда, например, үйіңізді ремонт қыласыз, батареяны алу керек болады. Бізде барып алып береміз, орнына айтылған қойып береміз. Себебі бізде өздеріміз істеген затты басқа біреуге алдыртқызбаймыз. Себебі ол жерде бәрі арзан зат емес. Алғанда салғанда паникалар кетіп қалуы мүмкін, басқа қалуы мүмкін. Соның есебінен бізде өздеріміз сол үй бітіп, сол үйге кіремін дегенше бізде соған обслуживать етіп береміз. Соның үшін біздерде сондай сумалар. Демек, клиент сізге хабарласса, сіз осындай материалды ұсыныс қыласыз, яғни фирма атларын, соны клиент разы алып құрып берсе, бір жыл давамында сервисіне обслуживание қызмет көрсетеді. Істемей қалса, соларды алмастырып, орнатып беріп, бәрі бипл бір жыл давамында. Бипл біздерде. Ажайып. Фархат ағамен бір жыл давамында істесіп кетірмін. Ажағамыз көптеген шаңырақтардың үйлеріне, имараттарына әжайып котеллардан корейский Кёндон, Навиан, турецкий, Демирдеком котеллары, Хайр котелларынан, басқа да түрлі котеллардан құрып орнатып берді. Ажағам ісілі жеке өзіме істері ұнады, себебі әрдайым магазин келген кезде жақсы жасылардан алады. Бұл ажағамыздың қызметлері керек болса, төменгі нөмірге хабарласа беріңіз, төменгі нөмірін жазып кетемін. Ажаға бір-екі сөз айтып жіберсеңіз қызметлерге. Сантехника бұйымдары керек болса, Нүкіс қаласы, Калининнің бойында жайласқан Береке строй 2-ші филиалында. Құдайға шүкір, әйтеуір котелдің түрі, қазір ең главный ұсталарға керегі жақсы тұрба ғой. Тұрбалардың бәрі бар осы жерде. Ең жақсы материалдар, ең арзан, ең сапалы затлар осы жерде. Осы жерге келе бересіз, Жасур деген бала. Құда қаласа мощный қылып келістіріп береді. Осы жерде әммеге келуін ұсыныс етеміз. Рахмет әммеңізге.
рахмет аға шаршамаңыз жұмыстарға табыс аға Берекет строй халқымыз таңлауы.